Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін асып дайындайтын боламыз, яғни қамыр асып дайындаймыз. Ол үшін жұмыртқаның үстіне су, тұз салып, кәдімгі мантыға, пельменге қамыр илеген сияқты жұмсақ та емес, қатты да емес, орташа етіп қамыр илейміз. Негізінде білесіздер ғой, барлықтарыңыз асыпты шектен дайындайды. Ал біздің үйде жалпы мен шекті онша жей алмаймын, сондықтан осылай қамыр асып дайындаймыз. Үйде де бұрын анамыз көп осылай қамыр асып дайындайтын. Сіздерге де жасап көріп кеңес беремін, өте дәмді болып шығады. Осылай қамырды жақсылап илеп аламыз. Қамырымызды илеп болған соң, бетін жауып, қойып қоямыз. Содан соң салмасын дайындаймыз, яғни начинкасын. Күрішті жақсылап жуып, жібітіп қойдым, қайнап тұрған суға салып. Енді менде тартылған ет, яғни фарш, сиырдың етінен осының үстіне майдалап туралған пиязды салып, фарш екеуін жақсылап бір араластырып аламын. Содан соң жаңа күріштің суын төгіп, күрішімізді салып, дәміне қарай тұз, бұрыш және өздеріңіз қалауларыңызша дәмдеуіш қоссаңыздар болады. Салып, жақсылап араластырып аламыз. Начинкамыз дайын. Енді бағанағы қамырымызды жаятын боламыз. Мен қамырды жақсы жаям деп айта алмаймын. Жайып шығамыз. Содан соң дәл мантыны кескен сияқты кесеміз. Содан соң бағанағы салмамызды салып шығамыз. Дәл долма сияқты түйетін боламыз. Қазір көрсететін боламын. Дәл осы видеодағыдай түйеміз. Екі шетін қайырамызды дөңгелектеп шығамыз. Содан соң мантыварканың астына су қойып қоямыз. Қайнап тұрған суға қойып, дәл манты сияқты 45 минутта пісіріп аламыз. Мантываркамызды майлап, жайғастырып шығамыз. Содан соң 45 минутта пісіп шығады. Оған дейін подлива дайындайтын боламыз. Қызып тұрған майға пиязды салып қуырамыз. Дәміне қарай томат саламыз, біраз қасық. Содан соң дәміне қарай тұз, қара бұрыш салып, жақсылап қуырамыз. Содан соң кішкене су құйып 1-2 минут қайнатамыз. Бір зубчик чеснок салып жіберсек болады. Сосын өздеріңіз қалауларыңызша зелень салсаңыздар болады. Осымен дайын. Міне асыбымыз де дайын болып, баршаңызға ас болсын. Жасап көруге кеңес беремін, өте дәмді болып шығады. Сіздермен болған аяулым.